Қазақстан қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов Италияның қорғаныс министрі Гвидо Кразеттамен кездесті. Сапар аясында қазақстандық делегация Италияның қорғаныс ведомствосы мен әскери нысандарын аралады. Тараптар екі жақты әскери ынтымақтастықтың негізгі мәселелерін, оның ішінде әскери білім беру, жауынгерлік дайындық және бітімгерлік қызметті талқылады. Келіссөздер Қазақстан Республикасының ұлттық қорғаныс университеті мен Италия қарулы күштері бас штабының жоғарғы қорғаныс зерттеулері орталығы арасындағы өзара іс-қимыл үшін жаңа мүмкіндіктер ашатын академиялық ынтымақтастық пен ғылыми зерттеулер туралы меморандум жасасумен аяқталды. Қорғаныс ведомствосының басшысы Қонаев және Алматы өңірлік гарнизондарына жұмыс сапарымен барды. Берег полигонындағы десанттық шабуылдау әскерлерінің кіші мамандарын дайындайтын оқу орталығының құрылыс жұмыстарымен танысып, Алматы энергосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі нысандарында болды. Қорғаныс министрі болашақ орталықтың инфрақұрылымын, жауынгерлік машиналардың жүзуін жүргізу үшін салынып жатқан су айдынын, жеке құрамның жыл бойы тұруына арналған казарманы, асхананы, жылу және сумен жабдықтау жүйелерін, жаңа жабдықтардың басқа да түрлерін қарап шықты. Қазақстан қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов аналар жүрегі сарбаз аналары комитеті республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Лилия Хайруллинамен кездесіп, ұйымның өкілеттілігін кеңейту мәселелерін талқылады. Кездесу барысында қорғаныс ведомствосының басшысы бірлескен жұмыстың маңыздылығын атап өтті. Лилия Хайруллина өз кезегінде әскерге шақыру процесін және әскери қызметшілермен өзара іс-қимылды жақсартуға бағытталған бірқатар ұсыныстарын айтты. Сонымен қатар армия мен қоғам арасында сенім қалыптастыру қажеттілігін атап өтті. Қорғаныс министрінің орынбасары Дархан Ахмедиев бастаған қазақстандық делегация Барселонадағы Mobile World Congress көрмесіне қатысып, әскери мақсаттағы жасанды интеллекттің жаңа технологияларымен және әзірлемелермен танысты. Іс-шара аясында 5G дамытуға, кванттық технологиялар мен әскери салада кеңейтілген шындықты енгізуге және қолдануға арналған мастер-класстар мен сарапшылардың баяндамалары ұйымдастырылды. Оймаша полигонында құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы генерал-майор Мереке Көшекбаевтың басшылығымен Батыс өңірлік қолбасшылығы басқару органдары мен әскерлерінің көп сатылы командалық штабтық оқу-жаттығу ұйымдастырылды. Көп сатылы командалық штабтық оқу-жаттығу әскерлерді басқаруды және олардың күрделі жедел жағдайда үйлесімділігін жетілдіруге бағытталған. Осыдан тура бір жыл бұрын Қазақстанның ұлттық бітімгерлік контингенті Біріккен ұлттар ұйымының бөлінуді бақылау күштері құрамындағы міндеттерді орындау үшін Сирия Араб Республикасына жіберілді. Бұл миссия Қазақстан Республикасының туы астында бітімгерлердің алғашқы дербес операциясы болғанын атап өту керек. Фауар базасындағы миссияны орындау барысында бітімгерлік контингент 557 тапсырманы орындаған. Қазақстандық бітімгерлердің Сириядағы шиеленісті жағдайда өздерінің алғашқы дербес миссиясын орындағаны ерекше маңызды. Жауапкершілік аймағындағы Қазақстан контингенті көтерілісшілердің базаны басып алуына жол бермей, оны нығайтуда шешуші рөл атқарды. Қазақстандық бітімгерлерді Біріккен ұлттар ұйымының басшылығы көрсеткен батылдығы мен табандылығы үшін жоғары бағалады. Қорғаныс министрлігі су тасқыны қаупі бар кезеңге дайындалуда. Өткен жылғы тәжірибені ескере отырып, қорғаныс ведомствосы төтенше жағдайлар министрлігі мен жергілікті атқарушы органдармен және басқа да қызметтермен алдын ала өзара іс-қимыл жасап, ақпарат алмасуды ұйымдастырды. Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстары аумақтық қорғаныс бригадасының 100-ден астам әскери қызметшісі су тасқынына қарсы іс-шараларға қатысады. Қарулы күштер өңірлерге әскери қызметшілер мен техника жіберуге дайын. Қажет болған жағдайда әскери көліктік авиацияның тікұшақтары мен ұшақтары, барлауға арналған ұшқышсыз ұшу аппараттары, жоғары өтімді техника, понтондық көпірлер, қалқымалы транспортерлер және дезинфекция жүргізуге арналған арнайы техника жұмылдырылатын болады.